Ассалаумағалейкум армағазақ, каналымызға қош келдіңіз. Қымбатшылық заман келді. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қалсаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Атырауда нан қымбаттады. Егер бұрын қалада бірінші сұрыпты ұн пісірілген нан 81 теңгеден сатылып алуға болса, қазір әлеуметтік нан 91 теңгеден сатылып жатыр. Атырау АКК баспасөз қызметі нан неге қымбаттағанын түсіндірді. Біріншіден, Зеленская ЖШХП ЖШС ұн тарату кооперативіне бірінші сұрыпты ұнның килосы үшін 155 теңгеден 165 теңгеге дейін көтерді. Сондай-ақ Карача ШШ ұн жеткізу ұн құнын 1 кило үшін 145 теңгеден 155 теңгеге дейін көтерді. Екіншіден, наубайханаларда бағаны көтеру себебі бірінші сұрыпты ұн қымбаттады. Электр энергиясы, коммуналдық қызметтер, жанар-жағар май өсті. Жұмысшылардың жалақысы көтерілді. Қазір бірінші сұрыпты ұннан жасалған ұн 83 келіден жеткізіледі деп хабарлайды Атырау АКК. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.